Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен болгар халқының хичин деген шелпегін жасайтын боламын. Ешқандай ашытқының керегі жоқ, айран болса болғаны. Өте дәмді болып шығады. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Маған керекті заттар: айран, сары май, ас содасы, тұз, шекер, ұн керек болады. Алдын ала картопты қайнатып, осылай пюре қылып езіп алдым, оған дайындап алдым. Тұз, қара бұрыш сеуіп, тұз, қара бұрышты салмамы, алдын ала салмамды дайындап алдым. Енді жылы айранға кішкене тұз, шекер саламын, және жарты шай қасық ас содасын салып, ас содасын айран осылай көпіреді. Енді тұзы ерігенше араластырып, енді керегінше жұмсақ қамыр илеп аламын. Осындай жұмсақ кішкене қолға жабысатын қамыр илеп алдым. Бетін жауып 10 минутқа қойып қоямын. Енді қамырымды колбаса сияқты қылып осылай істеймін да 6 бөлікке бөлемін. 6 бөлікке бөлген соң оларды күлше жасаймын. 6 күлше жасап аламын. Содан кейін шетінен оларды домалақ қылып жаямын.
күршелерді осылай ортасына салмасын саламын да қамырды біріктіремін. Оқтаудың көмегі. Құрғақ сковородкада орташа екі жағын екі жақ бетіне
Осындай өте дәмді хетчин дайындадым. Жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.